Көктемде су астында қалмаймыз ба? Бұл ақ ұлпаның көптеп түскеніне алаңдаулы халықтың көкейіндегі сұрақ. Жауап қандай болатыны бәріне қызық, өйткені жаңбыр суы көлге айналатын қаланың билігі ирригацияны жаңарды деп жұбатқанымен, нәтижесі қағаздағыдай болмауынан қорқып қалған. Армысыз ағайын, эфирде Базар-Назар бағдарламасы. Сіздің сауалға біз жауап іздедік. Ендеше назар аударыңыз. Қалада 9 бірдей өзен канал бар. Олар Қошқарата, Қарасу өзені, Ақсай-Қарабастау, Шымкент, Жаңашек, Қомпыс, Тоғыз, Сасық және Ынтымақ каналдары. Сондай-ақ ұзындығы 98 шақырымды құрайтын ирригациялық жүйе бар. Бүгінде олардың дерлігі қоқыстан тазартылып, көктемгі маусымға дайын. Дегенмен назардан тыс қалған арық-атыздар жетерлік. Оның біразы Абай ауданына тиесілі. Шаһарда ішкі орам көшелерді аралай қалсаңыз, мынандай күл қоқысқа толған арық-атыздарды жиі кездестіруге болады. Дәуренбеков көшесі мен Интернационал көшесінің қиылысындағы мына арықта күл қоқыс бірнеше жылдан бері тазартылмаған секілді. Ал сенбілік сайын арық-атыздарды тазалап жатырмыз деген аудан басшыларының сөзі қаншалықты рас? Көктем келді деп қолға күрек алып жүргендер ішкі орам көшелерді тазалауды ұмыт қалдыруда. Тек көзге көрінетін басты көшелерді назарға алғандар күн жылынғанда барлық аймақтардың тазартылатынын айтуда. Осылайша мамандар жаңбыр жауса белшеден суға батып келген мегаполис тұрғындары көктемгі маусымда су кешпейді деп сендіруде. Бүгінде 4 аудан әкімшілігі өз территориясындағы ирригация жүйені өздері бақылап тазартып отыр. Жалпы тазалық жұмыстарымен ЛТД Тұрмыс жауапкершілігі шектеулі серіктестік айналысады. Ол жерде таңнан кешке дейін 70 адам арық-атыздарды қоқыстан тазартады. Кешеден бері бізде 24 техника жұмыс істеп жатыр. Түнгі ауысыммен тоқтамай жұмыс істеп жатыр. Қазір күндіз қолмен жинау бөлімінде 130 адам жұмыс істеп жатыр. Және оларға көмек ретінде 2 мини трактор, үлкен бір погрузчик жұмыс атқарып жатыр. Бізде осы декабрь январға дейін 1400 текше метрдей инертті материалдар бар еді осы уақытқа дейін. Бүгін түнде 630 текше метр куб инертті материалдар себілді. Жұмамен бір 530 текше метр куб инертті материалдар қалды. Қаладағы арық-атыздар өткен жылы күзде тазалаудан өткен. Бұл кезде ирригациялық жүйенің 40 шақырымға жуығы қолмен тазартылса, 20 шақырымға жуығы арнайы механикалық тазалау арқылы жүзеге асырылған. Сондай-ақ су алу қаупі бар 38 мекенжайға 15-те 5 шақырым ирригациялық жүйесі салынды. Аталған жұмыстар барысында Бәйдібек би көшесі Алтын сарай тойханасының алды, Төлеметов көшесі Айбол аялдамасы, Бабашұлы көшесі нөмірі 115 мектептің алды, Көшерік көшесі дорога нөмір 1 теміржол көпірі, Жібек жолы көшесі тесік көпір өткелі сынды бірқатар өзекті нүктелердегі мәселелер шешімін тапты. Ал ирригация жүйелерінің негізгі артериясы саналатын Жаңашек каналы арнасының 4-те 4 шақырымында 2020 жылы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұл жерде ескі канал тазартылып, бетоннан жаңасы салынды. Оған бюджеттен 333 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Шымкент шаһары таулы қыратты аймақ, сондықтан таудан келетін қауіпті ескергендер ол жерлерді үнемі бақылауда ұстауда. Әдетте тауға қардың көп түсу салдарынан өзен арналары толып, су тасу қаупі орын алып жатады. Ал жауын кезінде белортадан су басқан аймақта төтеншеліктер арнайы техниканың көмегімен тазартады.
табиғаттың салдарынан болатын апатқа қалалық төтенше жағдайлар департаменті қашанда дайын жүреді. Шымкенттің біраз бөлігі тау бөктеріне жақын орналасқан қырлы сайы жерлерде орын тепкен бірнеше тұрғын алап бар. Яғни сел жүру қаупі жоғары. Мәселен, Елтай тұрғын алабында өткен жылы көктемде толассыз жауған жауынның салдарынан біразы әбігерге түскен болатын. Биыл апатты жағдай қайталанбас үшін ерте қамданған төтеншеліктер күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. Күн райының бір жылынып қайта суына байланысты қалалық төтенше жағдайлар департаменті әкімдікпен бірге сел жүру қаупінің алдын алу шараларын қолға алған. Су тасқыны жүру мүмкін аймақтарға өзендер мен көлдердің айналасында орналасқан тұрғын алаптар кіреді. Сондықтан осы аумақтарда жұмыстар әсіресе қауырт дейді құтқарушылар. Ол үшін мамандар тыңғылықты дайындық жұмыстарын жүргізеді. Айтып келмейтін апатқа кез келген уақытта дайын болады. Қала аумағында күнделікті төтенше жағдайлар департаментінің күнделікті мониторинг жүргізілуде. Қазгидромет мекемесінен күнделікті жаңағы таудағы қар қорының қорының көлемі бойынша ақпарат күнделікті алмасуда. Енді бізде төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайды жоюға күштер мен құралдар дайындыққа келтірілген. Су тасыған жағдайда, су тасқын болған жағдайда 100 адамнан астық мобильдік топ құралған, 30 дана мотопомпа дайындыққа келтірілген. Сонымен бірге 580 дана қап, құм толтырған қап дайындыққа келтірген дамбы салуға. Сонымен бірге бұл су тасқын жағдайы қала әкімінің ерекше бақылауында. Қала әкімі өзінің төрағалығымен 2 мәрте төтенше жағдай жою комиссиясы өткізілді, алдын алу және жою комиссиясы. Сол жерде тиісті тапсырмалар берілген. Күнделікті департамент күштері мен құралдары күшейтілген түрде жұмыс атқаруда. Жасанды көлдердің су деңгейін бақылаумен Қазсушар мекемесінің қызметкерлері жыл 12 ай айналысады. Қала аумағындағы Бадам, Тоғыз, Текесу, Ақжар тұрғын алаптарын жалпы 4 су қоймасы бар. Ол жерлерде су толу деңгейі ауа райының негізгі қозғаушы факторлары қар мен жаңбырға байланысты өзгеріп отырады. Мәселен, Тоғыз су қоймасындағы толымдылық әншейінгі уақытта жартылай болса, көктемнің күнінде 80%-ға дейін жетеді дейді мамандар. Қазсушарлықтар ондай кезде артық суды өзендерге жіберіп отырады. Ол үшін арнайы су айдағыш каналдар бар. Су деңгейі арнадан аса қалса, локалды құлақтандыру жүйесі орнатылған. Су қаупінің келіп қалғанын хабарлайтын құрылғылар қаладағы адам көп шоғырланатын 143 жерге орнатылған. Қазіргі таңда Тоғыз су қоймасының техникалық жағдайы қалыпты. Су басу қаупі жоқ. Су қойма тәулік бойы бақылауда. Қазіргі уақытта су қойманың деңгейі 737 метр куб. Егер судың деңгейі жоғарыдан Тоғыз өзенінен су көптеп келген жағдайда бізде сбросной канал бар, Бадам өзеніне тасталынатын. Былтыр қалалықтардың біраз бөлігін табиғаттың тосын сыйы әбір жетіп еді. Жауынның салдарынан сел тасқыны болып, Елтай тұрғын алабы зардап шеккен. Салдарын жойып, енді ондай жайтты болдырмау мақсатында қалалық бюджеттен қаржы қаралып, каналдар мен арық-атыздар аршылды. Су өтетін арналар қалыпқа келтірілді. Лай көшкіннің алдын алуға сай-салалар таспен нығайтылды. Сәтін салса, былтырғыдағыдай қауіп болмайды дейді төтеншеліктер. Өңірдегі Қазгидромет орталығының мамандары биылғы наурыз айын жауын шашынды болады деп болжап отыр. Ал биыл тауға түскен қар көлемі де аз емес. Бұл су басу қаупі болуы ықтимал дегенді меңзейді. Осыған орай қазір барлық аудандарда су тасқынын болдырмау мен оның алдын алу үшін төтенше жағдайлар департаментінің мамандары күн сайын дайындық жұмыстарын пысықтауда. Ал аудан әкімдері аумақтағы арықтарды тазалап, судың жүру кедергісін азайтуда. Мамандар мегаполис тұрғындарына жауын шашын кезінде алаңдауға негіз жоқ екенін айтуда. Себебі қаладағы ирригациялық жүйелер күн жылынса қоқыстан толығымен тазартылатынын айтуда. Әзірге қыстың көзі қырауда, дегенмен көктемнің шуақты күннің келер уақыты да алыс емес. Сондықтан тиістілер табиғаттың айтып келмейтін апатына кез келген уақытта дайын болу керек. Су басу қаупін алдын алу шарт. Әзірге айтпағымыз осы. Базар-Назардың келесі шығарылымда жүздескенше аман сау болайық.